Бүгін біз енді қате кеткен, яғни бір айда 2 рет төлеп жүрген ОПВ, яғни пенсион құны қайтаратын боламыз. Сол туралы сіздерге бүгін видео түсіремін. Бірінші егоп сайтына кіріп аламыз да, вайтиде біз өзімізге керекті ЕЦП-ны таңдап аламыз. Керекті ЕЦП-ны таңдап алғаннан кейін паролін жазып, сөйтемізді пароль жазамыз. Сөйтіп кодты терминнен кейін войти в систему деп кіреміз да, мына жерде социальный кіреміз, сосын бар показать все дейміз да, міне возврат ошибочно деген осыны басамыз. Осыны басқаннан кейін заказать онлайн дейміз. Заказать онлайн деген әрқайсының өзінің шарттарын толтырып шығамыз. Мына жерде өзі ең жазылып тұрады, одан кейін телефон номері, поштаны жазамыз. Одан кейін облыс, город жазамыз. Одан кейін банк, яғни біз қай банк арқылы көбіміз Каспий банкпен төледік қой, Каспий банк жазамыз. Одан кейін ик банк работодателя дегенге бізге дегеннен басталған тұр ғой, осы KZ номерін копировать етіп алып, осы жерге жазамыз. Одан кейін номер платеж документі дегенде мына жерде өзі көрініп тұрады, міне номер, осыны жазамыз. Осыны копировать етеміз да, мынаған қоямыз. Одан кейін дата платежа, бәрі өз фискальный чекте жазылып тұрады, дата міне. Осыны көшіреміз да, мынаға жазамыз. Оңай. Енді референс номер өзі жазылып тұрады, міне. Осыны копировать етеміз да, ставить етіп, осы жерге қоямыз, міне. Копировать, ставить. Кейін жазылып шығады, соны басып шыға бересіз. Алдында